Сәлем достар, біз сіздермен тікбұрышты үшбұрыштағы метрикалық қатынастарды қарастырудамыз. Бізге берілген АВС тікбұрышты үшбұрыштың катеттері АС мен СВ және гипотенузасы АВ. С төбесінен АВ гипотенузасына биіктік жүргізейік. С-ді биіктігі. Осы жерде бізде мынандай теорема орындалады. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің көбейтіндісі оның гипотенузасы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең. Яғни АС бір катеті көбейтілген СВ екінші катеті тең болады гипотенуза АВ-ның осы гипотенузаға түсірілген биіктік СД-ның көбейтіндісіне. Осы теңдіктің орындалатынын дәлелдейік. Ол үшін бізде үшбұрыш АСВ үшбұрышының ауданын табу формуласын қарастырайық. Бірінші кесек S тең 2-ден 1. Бізде С төбесі тікбұрыш болғандықтан екі қабырғасын көбейтіп 2-ге бөлгенге тең. Яғни АС көбейтілген СВ. Және осы үшбұрыштың ауданын тағы да табу формуласы бойынша табаны мен биіктігінің көбейтіндісінің жарым көбейтіндісіне тең. Яғни 2-ден 1 АВ көбейтілген СД. Сонда енді бұл аудандар өссіз бір үшбұрыштың ауданы болғандықтан өзара тең. Олай болса 2-ден 1 АС көбейтілген СВ тең болады 2-ден 1 АВ көбейтілген СД-ға. Енді 2-ден 1-лер қысқарып кетсек, АС бір катеті, СВ екінші катеті. Яғни үшбұрыштың екі катетінің көбейтіндісі тең болады екен гипотенуза мен осы гипотенузаға түсірілген биіктіктің көбейтіндісіне. Енді осындай тағы да егер тікбұрышты үшбұрыш шеңберінің диаметрі арқылы өтетін болса, яғни диаметрге АСВ бұрышы керілген доға, АВ доғасы 180 градусқа болып керілген болса, онда бұл бұрыш С бұрышы 90 градус екені белгілі. Олай болса, осы үшбұрышта да С төбесінен Д биіктігін жүргізетін болсақ, бұл жерде тағы да мынандай қатынас орындалады. Бұл жерде СД-ның квадраты тең болады АД көбейтілген ДВ. Яғни гипотенузаға түсірілген биіктіктің квадраты осы гипотенузадағы тікбұрышты үшбұрыштың әрбір катетінің проекцияларының көбейтіндісіне тең. Енді осыны дәлелдеуді қарастырсақ, бұл жерде СД биіктік берілген үшбұрышты екі ұқсас тікбұрышты үшбұрышқа бөледі. Яғни бұл жерде үшбұрыштар екі үшбұрышты салып көрсететін болса, үлкен және кіші үшбұрыштар. Яғни екеуінде де Д төбесі 90 градусқа тең. Енді біріншісінде А және С. А-ды қабырғасы үлкен, ал екіншісінде С-ды қабырғасы үлкен, ал ДВ қабырғасы кіші. Осыны ескерейік. Олай болса, бұл екеуінде де ортақ Д-дан басқа С бұрышы бар. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең. Осы бұрыштары бойынша бұл екі үшбұрыш ұқсас. Яғни үшбұрыш АСД үшбұрышы ұқсас үшбұрыш СВД үшбұрышына. Олай болса, мына қатынас орындалады. АД-ның СД-ға қатынасы тең болады СД-ның ВД-ға қатынасына. Яғни АД-ның СД-ға қатынасы тең болады СД-ның ВД-ға қатынасына. Яғни бұл жерде пропорцияның қасиеті бойынша СД-ның квадраты тең АД квадрат, АД көбейтілген ВД. Яғни осы катеттеріне түсірілген проекциялардың көбейтіндісі осы үшбұрыштың гипотенузасына түсірілген биіктіктің квадратына тең. Балалар, біз сіздермен қарастырдық тікбұрышты үшбұрыштың метрикалық қатынастарын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.